Сәтпаев қаласының білім бөлімі, Абай атындағы номері 4-ші мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастауыш сынып мұғалімі Мусаева Ақмарал Айсауытқызы. Қайырлы күн, оқушылар. Қазақ тілі 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы етістіктің жіктелуі. Сабақтың мақсаты тыңдалған материал бойынша өз пікірлерін білдіріп, жүктік жалғауының қолданысын меңгеру. Экранға назар аударайық. Суретті сөйлет әдісі бойынша мен және сен есімдіктеріне суреттегі іс-әрекетті сипаттайтын етістіктерді жалғап айтып көрейік. Тексерейік. Мен жудым, мен ойнадым, мен тазаладым, мен оқыдым. Сен ұйықтадың, сен тамақтандың, сен жуындың, сен ән айттың. Етістіктің жіктелуі туралы видео тыңдалым айдарына кезек берейік. Аға, мен Сашаға қазақ тілін үйретіп жүрмін. Жақсы болған екен. Ол қазақша көп сөздерді біледі. Иә, мен келе жатқанда баспалдақта тұр екен. Мен көрді, сен келді деді маған. Иә, ол солай сөйлейді. Саша маған келгенде, мен ойнайды, сен ойнайды деп сұрайды. Түсінікті. Онда сен Сашаға етістіктің жіктелуін үйрет. Етістіктің жіктелуі деген не? Етістіктің жіктелуі деген етістікке жіктік жалғауының жалғану арқылы өзгеруі. Мысалы, бірінші жақ мен ойнадым. Екінші жақ сен ойнадың. Сыпайы түрі сіз ойнадыңыз. Үшінші жақ ол ойнады. Етістік үш жақта үш түрлі болып өзгеріп отырады. Сашаның өзгертпей, мен ойнайды, сен ойнайды деп сөйлейтіні етістіктің жіктелуін білмегеннен екен ғой. Иә, сондай-ақ етістіктер жекеше түрде, көпше түрде өзгеріп отырады. Бірінші жақ мен ойнадым. Екінші жақ сен ойнадың, сіз ойнадыңыз. Үшінші жақ ол ойнады. Бұл жекеше түрі. Ал мынау көпше түрі. Бірінші жақ біз ойнадық. Екінші жақ сендер ойнадыңдар. Сыпайы түрі сіздер ойнадыңыздар. Үшінші жақ олар ойнады. Үшінші жақта жекеше түрде де, көпше түрде де етістік өзгеріссіз қалады екен ғой, иә? Дұрыс, түсінген екенсің. Енді өзің бір етістікті жіктеші. Қазір мен күлдім, сен күлдің, сіз күлдіңіз, ол күлді. Біз күлдік, сендер күлдіңдер, сіздер күлдіңіздер, олар күлді. Ал анаға, неге сіз жүктеген етістіктер мен жүктеген етістіктердің жалғаулары әр түрлі? Себебі етістік сөздердің құрамындағы дауысты дыбыстарға байланысты. Егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жуан болса, жалғанатын қосымша да жуан болады. Ал егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке болса, онда жіңішке қосымша жалғанады. Дұрыс. Ал енді ойнап жүр етістігін жіктеп берші. Мен ойнап жүрмін, сен ойнап жүрсің, сіз ойнап жүрсіз, ол ойнап жүр. Біз ойнап жүрміз, сендер ойнап жүрсіңдер, сіздер ойнап жүрсіздер, олар ойнап жүр. Мұның себебін Сашаға қалай түсіндірем? Ол қиын емес. Осы және келер шақта етістіктерге жекеше тұр. Бірінші жақта мын, мін. Екінші жақта сың, сің.
сыпайы түрде сыз, сіз, көпше түр. Бірінші жақта мыз, міз, екінші жақта сыңдар, сіңдер, сыпайы түрде сыздар, сіздер жалғаулары жалғанады. Ал өткен шақтағы етістіктерге жекеше түрде бірінші жақта м, екінші жақта ың, сыпайы түрде ңыз, ңіз, көпше түрде бірінші жақта қ, к, екінші жақта ыңдар, ыңдер, сыпайы түрде ңыздар, ңіздер жалғаулары жалғанады. Түсінікті. Тыңдап тұрмын, Саша. Сәлем. Иә, ойнайық. Біз ойнаймыз. Мен саған қазақша дұрыс сөйлеуді үйретемін. Кел. Оқулықтағы 76-шы жаттығуды дәптерге орындаймыз. Алдымен тапсырмасымен танысайық. Өлеңді көшіріп жазып, жіктік жалғаулы етістіктің астынсыз. Шөп жұлып ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Қайнар көзі тірліктің, суды да ысырап қылмаймыз. Аулада гүлді баптаймыз, көгалды таптап баспаймыз. Өсіріп орман көктемде, ауаны таза сақтаймыз. Жүктік жалғаулы етістіктер: қимаймыз, бұзбаймыз, қылмаймыз, баптаймыз, баспаймыз, сақтаймыз. Көпше түрде бірінші жақта тұр. Ашық микрофон әдісі арқылы сіздерге сұрақ қоя отырып, дұрыс жауабын алайық. Ендеше 77-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Сөйлемдерді оқып, етістікті тауып, қай жақта тұрғанын анықтайық. Жекеше түрде бірінші жақ мен баптаймын, екінші жақ сен баптайсың, үшінші жақ ол баптайды. Көпше түрде бірінші жақ біз баптаймыз, екінші жақ сендер баптайсыңдар, үшінші жақ олар баптайды. Жіктік жалғауының жалғануы арқылы анықтадық. Жұбын тап әдісімен Learning Apps платформасы бойынша сабақты қорытындылаймыз. Экранға назар аударайық. Етістіктерді әртүрлі жақтарда тұрған сөздермен сәйкестендіріп, жұбын табайық. Мен кешірдім, сен айт, ол ойнады, біз қуандық. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жетістік тақтасына жазып қалдырыңыздар. Үйге тапсырма. 80-ші жаттығу 71-ші бет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.